нағашы машинаның артында отырмыз ғой. Қақ ортада отырып мен сап саған тұрмын. Ау. 17 декабрь бос емес пе? Бос емес ғой. Просто ты толстый. Просто не признаешь этого никогда. Скоро морда в зеркало влезать не будет. Разговариваешь, вот ты посмотри на себя. Что, о чем ты вообще говоришь? Красотка. Слов нет. Да. Адам соқыр болам десе. Красотка дейді. Конечно. Милая, красивая женщина. Да, ужас. Сен ғой ұсқынсыз. Это уже диагноз у тебя. Это уже диагноз, ребята. Құрметті достар, Жібек жолы құрылыс гипермаркетіне кірсеңіз сол жақ бетте Corona Way брендіменен ламинат шоп дүкені бар. Шанхайдан келген ламинаттар, паркеттер 33-34 класс. Керемет сапа, керемет түстер, выбор өте көп. Үйлеріңізге ремонт жасасаңыздар, үйлеріңіздің еденін осы паркетпен жасасаңыздар әбден болады. Және де бұл жерде үлкен көлемде қылып алсаңыз, сізге жақсы скидка жасайды. Жалпы 20 жылдан бері осы паркетпен, ламинатпен айналысып келе жатқан компания. Мына қаншама алғыс хаттары бар. Жетістіктерге жеткен. Сондықтан да міне мынадай неше түрлісі бар. Келіңіздер, көріңіздер. Алыңыздар жаңа үйлеріңізге, жаңа паркет, жаңа ламинат. Қымбатты достар, міне Сәфиша мен менің алтындарым, сұлуларым, күндерім, жандарым. Шай күйінде қатыр. Кешкі көрініп қой. Жан ермекімді. Көрме Қайраттың шай ашылмақты да. Бүгін магазинге осылай чай алып едім. Қайрат Әділгерейдің ішін ашып көргенде осындай керемет тарсы бөлек, шайы бөлек ішіндегі. Қазір Ассалаумағалейкум. Добрый день, дамы и господи. Қалайсың? Қашың жуылмаған, как всегда, да? Тихо. Менің әріптестерім, жандарым менің, заразам. Ей, жау табыным. Әдемі мен жылауық қатын. Қалайсың? Қалайсың, Алимон? Еще сонда мен жұмысқа кіргізбейді депсіздер. Жұмысқа келсең сенсіз тез жазылады дейді, сен мен ыржалақтап ұзақ жазылады дейді. Сен жалтабын, маған ұнамай жүрсің, сен бар ғой зараза. Сенің тормозной жидкостьіңді қиып, Әл-Фарабидің бойында аударам мен сені. Ақыры микрофон жоқ дейсің да. Сенің қажетің шамал дейсеш. Қажетің шамал. Мен саған бас жазып бердім ғой талай, сол жақсылықты ұмытып қалдың ба? Құрметті достар, естеріңізге сала кетейін. Айналайын, Атырау қаласының тұрғындары, қала қонақтары, жерлестерім, Continental Gold 25 желтоқсаннан 30 желтоқсан аралығында сіздермен бірге жаңа жылдық кештемін. Келіңіздер, керемет кеш болады, ұмытылмайтын кеш болады. Неше түрлі приздар болады. Келсеңіздер, бірге тойлайық жаңа жыл. Постоянно жыл сайын то Ақтөбеде, то Ақтау, то Оралда елде болмайтын, биыл әйтеуір жолым түсіп, елдемін, Атыраудамын. Бұйыртса сіздерді күтем. Continental Gold 25 желтоқсан мен 30 желтоқсан аралығында. Жаңа жыл. Қуамыз. Қайырлы кеш. Ал мен күндіз айтқандай, бүгін бізге өте қуанышты сәт. Білмеймін енді.
Әрине ол біздің отбасымыз үшін қуанышты сәт. Қалған білгім де келмейді, естігім де келмейді. Міне бізде бүгін жаңарту, наконец-то Қайрат өзіне лайықты машинаны иеленіп, әрине болған итермелеген мен болатынмын. Өйткені мен ойлаймын, әр нәрсенің өзінің уақыты болады. Сондықтан сен қазіргі уақытта осындай жақсы бір машинаға лайықтысыңдер. Мен осындай шешім қабылдауға көмектестім. Керемет қуаныш. Көптен бері осыны армандап жүретін өзі негізі. И мен сол арманына жетуге оған қолдау көрсеттім. Ассалаумағалейкум, құрметті ағайындар. Таң атқалы қалада жүрмін. Алматының пробкасының мәселесі өзі қалай шешуге болады, не істеуге болады өзі? Ұшамыз ба, ұшатын машинамен жүреміз ба, не істейміз вообще? Алматыда түске дейін бір шаруаң бітсе бақыттысың ғой. Кейде бір шаруа бітіру үшін бір күн уақыт кетіп қалады. Білмеймін, ертең қаншама үйлер салынып жатыр. Розбакиева, Гагариннің бойында, Әл-Фарабидің бойында. Ертең ол үйге адамдар тұрады, қаншама машина шығады ол үйден. Білмеймін, пробканың мәселесі қалай шешіледі, түсінбеймін вообще. Сұмдық қой, қоттай бір жаңбыр жауса, қар жауса бұл қала тұрады. Бірақ салыстыра келсек, соңғы рет біз Донор киносына бардық қой, естеріңізде ғой. Донор интереснее. Ол уже как кино сияқты. Ол жерде как сол сериалдың қайталанған түрі сияқты түсірілген. Сондықтан мен үшін юмор жағынан, жалпы кішкене бір жақсы идея, жақсы бір ой тастау сияқты. Сол жағынан маған Донор көбірек ұнады. Вообще алдағы уақытта талай кинолар әлі шығады. Уже біз естіп жатырмыз, премьера осы жаңа жылдың алдында 2-3 кино премьера болады. Жаңа жылдан кейін көктемде бірнеше фильмдерге премьера болады. Соның бірнешеуінде бізде Қайратта ойнады. Сондықтан қызықтың бәрі алда, тек сәттілік тілейміз ал. Кезекті қазақ туындысын тамашаладық. Әрине бұл жаңалық емес, негізі Келінжан фильмі, өйткені сериал ретінде біз уже біршама уақыт оны көріп тастадық. Сондықтан в целом айтқан кезде бұл бір үлкен бір ұзақ сериал сияқты болды. Идея, сол образдар, сондай юмор, такая бытовуха простая. Но енді тағы бір Келінжанды барып бір көрейін дейсеңдер, баруға болады. А так, просто сол сериал кино түрінде болды. Басқа мен бір ерекшелік, бір үлкен метражды киноға келетінде ештеңе ондай ерекшелік көрген жоқ. Дариға алып шықты ғой? Иә, Дариға алып шықты киноны. Сериалды да, киноны да. Келгендеріңіз рахмет, және де біз болсақ жаңа туынды Келінжан сериалының полнометражды киносына келдік. Тағы кино қараймыз, қазақстандық туынды. Сені қайтарғанбыз негізі 4 сезон. Өз бағамызды айтамыз. Иә, әкімдер
әкімдер ойбай тұрасыз, әкімдер деген кешіктіректе отыр ғой, образға. Енді беріп айтайын ғой, өзінің бір алып легін айтсын, иә? Құрметті өнерсүйер қауым, құрметті